Кайырлы күн, кадырменди достар. Біз бұл дәрісте экономикалық теорияның даму кезеңдерін қарастырып өтеміз. Және де экономикалық мектептер біздің басты назарымызда болады. Бұл үшінші бөлім. Сіздер, егер бұл сабақты басынан бастап көрсеңіздер, ол сіздерге көбірек пайдалырақ болады деп ойлаймын. Енді біз алдыңғы сабақтарда меркантилизм, физиократизм, классикалық саяси экономия, марксизм, маржинализм, неоклассикалық мектеп, кейсиандық мектептер барлығын біз қарастырып өттік. Енді бұл дәрісімізде институционализмді қарастырудан бастаймыз. Институционализм деген сөз жол, бағыт деген мағынаны береді. Және де 20 ғасырдың 20-30 жылдары қалыптасқан. Ол қалай қалыптасты? Біз алдыңғы сабақтарда айттық қой, бағанағы кейсиандықта неоклассикалық мектеп өкілдері болсын, мейлі классикалық мектеп өкілдері болсын, қоғамда бизнес дами бастады. Яғни кейбір адамдар өзінің сондай керемет қасиеттеріне байланысты бизнес ашуға сондай мүдделі болды. Сөйтіп қоғамда байлар мен кедейлер болып бөліне бастады. Яғни әлеуметтік теңсіздік пайда болған тұста институционализм мектептерінің өкілдері өз ойларын айта бастады. Енді институционалисттер экономиканың қозғаушы күші деп тек қана материалдық факторларды қарастырмай, байқап тұрғандағыдай көріп тұрсыздар, материалдық факторлар деген бұл жерде дүние мүлік, тағысын тағы бизнеске қатысты мәселелерді ғана қарастырмай, олар рухани, моральдық, құқықтық факторларды ескеруіміз қажет деп айтты. Бұл жерде біз рухани байлықтар, адамның дүниеге деген сана сезімі, қоғамда өзін қалай жұмсау қажеттігі деген сияқты факторлар. Енді институционализм сөзінің негізі болған институттар, олар қоғамның қозғаушы күштерінің алғашқы элементтері болып саналады. Ол қандай элементтер? Ол отбасы, мектеп, құқықтық нормалар, монополия, бәсекелестік және тағы басқалары болып табылады. Енді институционализм мектебінің негізгі өкілі, лидері болып Торстейн Веблен деген кісі қарастырылады. Енді келесі мектеп ол монетаризм мектебі, неоконсерватизм мектебі деп кейбір әдебиеттерде кездеседі. Енді бұл 1976 жылы экономика бойынша Нобель премиясының лауреаты болған Чикаго университетінің профессоры Милтон Фридман деген кісінің негізгі ықпалымен жасалған мектеп болып саналады. Монетаризм сөзі аты айтып тұрғандағыдай, монета деген монетаризм ол ақша экономикалық жүйенің квинтэссенциясы деп атайды олар. Яғни ақшаны экономикалық жүйенің ең маңыздысы, бастысы деген пікірге келді. Сөйтіп, айналымдағы ақшаны реттеу арқылы экономикалық субъектілердің қызметін өзгертуге болады деп қарастырды. Яғни, ол өз ойларының негізі ретінде Фридман мырза Фишердің ақшалардың көлемдік сандық теориясын алды. Яғни, орысша ол количественная теория денег деп аталады. Яғни, осы теорияны Фридман өз ойының негізі деп алды. Енді ол қалай? Ол қандай факторлардан құрастырылады? Біріншісі ол айналымдағы ақша көлемі. Яғни, ағылшынша money дейді. Осыны бір фактор ретінде алады. Бірінші әріпінен money'дің алған. Екіншісі, ақша айналымының жылдамдығы туралы. Қоғамда ақша қаншалықты тез айналады, қаншалықты тез сауда-саттық болады. Оны ағылшын тілінде velocity of money деп атайды. Оның бірінші әріпінен V-ны алады формулаға. Сөйтіпті ақшамен, ақшаның массасымен, көлемімен, санымен оның жылдамдығын көбейтеді. Сөйтіпті бағалардың орташа деңгейі. Бағаны біз ағылшын тілінде price деп атаймыз. Соны бірінші әрпін алады формула үшін. Және де келесі фактор ол экономикадағы тауарлар мен қызмет көрсетулердің көлемі. Ол quantity деген ағылшын тілінде шыққан. Оның Q деген әрпін алады. Сонда осындай формула шығалады. Оның айтуы бойынша, бұл Фишердің негізгі формуласы, бірақ осыны Фридман өзінің монетаризм мектебінің негізгі идеясы ретінде қарастырады.
Ол айтады, мынау айналымдағы ақша көлемін біз егер ақшаның айналымының жылдамдығына көбейтетін болсақ, онда біз бағалардың орташа деңгейі мен экономикадағы тауарлар мен қызмет көрсетулер көлеміне көбейтілісі ретінде қарастырады. Яғни қоғамда қаншалықты ақша көлемі артса, сол тауарларға, қызмет көрсетулерге бағаның өсетіндігі туралы айтады. Яғни олар тура пропорционал түрде бір-біріне тәуелді болып табылады. Мына бағанағы формуланы біз толығымен үлкенірек қарастырып өтеміз. Яғни бағалардың орташа деңгейі тікелей айналымдағы ақша көлеміне тәуелді екендігі қарастырылады. Және де монетаризм мектеп өкілдерінің негізгі ойын тоқталып өтейік. Ол айналымдағы ақша көлемі елдің экономикасының дамуының анықтаушы факторы деп болып есептелінеді. Яғни осыны біз әзірше білуіміз қажет. Бұл қысқаша ғана мектептер туралы түсінік болып өтті. Егер осы ақпараттарды толығырақ білгілеріңіз келсе, онда сіздер ғаламторға, көптеген экономикалық теория туралы кітаптарға жүгіне аласыздар. Жалпы осы дәрістің электронды нұсқасы және презентациясы төмендегі қоғамдық желіде бар, және оны сіздер таба аласыздар. Сіздерге үлкен рахмет, сау болыңыздар.